Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет Whoopie Pie тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен шоколад пен сары майды қосып, микроволновкада ерітіп аламыз. Ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді микроволновкада еріген шоколад пен сары майды суытып, жұмыртқаға қосатын боламыз. Міндетті түрде 1-2 минуттай суытып аламыз. Әйтпесе жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Енді миксердің көмегімен араластырып аламын. Құрғақ ингредиенттерді дайындап алдым. Ұнға какао қостым және сода немесе разрыхлитель қосуға болады. Енді массамызды араластырып алып, сұйық массамызға осы құрғақ ингредиенттерімізді бірнеше бөлікке бөліп, ситадан өткізіп, жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламын. Осымен сұйық қамыр дайын. Енді пергамент қағазын алып, дәл осындай форма болса, сіздерде осылай мен сияқты видеодағындай қолдануларыңызға болады. Осындай дөңгелекше қылдырып форма жасайтын боламыз. Егер де бұндай форма болмаған жағдайда, онда дөңгелетіп сызсаңыз да болады. Тортқа келетін дөңгелек форманы жасап алған соң, мені ойықтау жағын қолданамыз. 4 ас қасық қамыр салып дайындап аламыз. Енді қамырды дөңгелек формаға келтіріп, осылай түзулететін боламыз. Шет-шетіне жағып шығып. Дайын қамырды 180 градуста 5-7 минут шамамен пісіріп аламын. Осындай корж болып пісу керек. Торттың кремін дайындайтын боламын. Ол үшін маған творожный сыр мен сахарный пудраны жақсылап араластырып алатын боламын. Түйіршіктері қалмауы керек. Енді сливки қосып, бүкіл массамызды біріктіріп араластырып аламыз миксермен. Крем қоюланғанша жақсылап миксерлеп алатын боламын. Осы 4 коржды біріктіріп, енді тортты жинайтын боламын. Ең алдымен кішкене кремімізді осы торттың формасына жағамыз. Бұл кремді жағу себебім, тортты жинаған кезде корж сырғып кетпеу үшін осылай кремді жағамын. Енді кондитерский мешоктың көмегімен осылай кішкене қиып алып, кремді жағып шығатын боламын.
үшінші коржға кремімізді жағып біткен соң, міне төртінші коржымызды салып, енді бұған шоколадты глазур жасайтын боламыз және оны осы корждың үстіне құямыз. Ол үшін сливкиді алып және шоколадты салып, микроволновкада немесе водяной баняда ертіп алып, коржға жағып шығамын. Осымен оңай дайындалатын вупи пай тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Егер менің каналым қызықты болса, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.